Қазақстан халқы тілдер күні 5 қыркүйекте атап өтілетін мемлекеттік мереке. Тілдер күнін белгілеу үшін Қазақстан 20 жылдан астам уақыт бұрын ойлана бастады. Талқылаудың нәтижесі Қазақстан халықтарының тілдері күні деп аталатын мереке құру болды. Айта кету керек, тіл мерекесінің 5 қыркүйек болып белгіленуінің өзіндік себебі бар. Бұл күн ұлттың сақталуына да жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деп ұлағатты сөз қалдырған қазақ халқының тағдыры тіл үшін күрескен алаш арысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Енді барша қазақстандықтар қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде тіл мерекесін тойлайтын болады. Қазақтың әдебиет зерттеуші ғалымы, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген болатын. Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманды жалғыз-ақ Ахмет еді деп Сәкен Сейфуллин баға берген қазақтың асыл ұлы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні тіл мерекесімен қоса тойланатыны қалың қазақ үшін өте қуанышты жағдай. Бұл уақытқа дейін мемлекеттегі тілдер мерекесі 22 қыркүйекте тойланып келді. Осыдан 33 жыл бұрын, яғни 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстанда тілдер туралы заң қабылданған болатын. Осы заңда сол кездегі қазақ кср-ның мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық тіл деп бекітілді. Ал 1998 жылдың 20 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 22 қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні болып жарияланды. Ал 2017 жылы Қазақстан Республикасында мереке күндер тізбесін бекіту туралы қаулыға сәйкес тілдер күні 5 қыркүйекке ауыстырылды. Тіл халықтың жаны. Тілі құрса халықта жер бетінен жоғалады. Адамзат тарихында көптеген өркениетті елдердің өшіп кетуі алдымен тілді жоғалтудан басталғандығын ғылым дәлелдеп отыр. Бүгінгі қазақ қоғамындағы мәңгүрттіктің басы да өз тілін тәрк етуден туды. Ана сүті сіңбеген, бесік жырынан нәр алмаған ұлттық қасиет ана сүтімен кірмейді. Тілі мен дінінен айырылған ондай жан рухани кемтарлығын, адамдық болмысын түсінбей, көлденең көк аттының қолжаулығына айналады. Ана тіліміздің тағдыры үшін күресте халқымыз қам-қарекетсіз болған емес. 20 жылдары тіл тәуелсіздігін ту етіп көтерген Әлихан, Ахмет, Міржақып, Мағжан, Мұхтарлар 80 жылдардың аяғында бостандықтың лебі білінісімен басталған бүкіл халықтық қозғалыс соның айғағы. О туған ана тілім, тас бұлақтың тұнығы да сенде, ана сүтінің жұғымы да сенде, райхан гүлдің жұпары да сенде, қыран құстың жанары да сенде, назды сұлудың нәзіктігі де сенде, сахара даланың жазықтығы да сенде. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беруі зор қата. Бұл оқығандардың хам оқушылардың есінен шықпауы керек. Халел Досмұхамедұлы. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толған қан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Онда дәм де, мән де болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Кімдегім ана тілін әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту.
Бауыржан Момышұлы. Аталардың аманатына адал болайық ағайын.